Баршаңызға қайырлы күн, менің каналыма қош келдіңіздер. Капкейк, сникерс дайындаймыз. Ең алдымен шоколадный крем дайындаймыз. Крем 6-8 сағат холодильникте тұру керек. Сол үшін ең алдымен крем дайындап аламыз. Сливкиді қайнатып, шоколадтың үстіне ыстықтай құямыз. Кейін миксермен шайқап ерітіп аламыз. Бетін пищевой пленкамен контакт етіп жауып, холодильникке қоямыз. Енді айранымызға ас содасын салып, араластырып, бір шетке қоя тұрамыз. Ыстық суға кофені салып араластырып аламыз. Жұмыртқаны миксерлейміз. Қантымызды 3-4 рет бөліп саламыз. Шым-шым тұз саламыз. Ағарып масса ұлғайғанға дейін шайқаймыз. Айранымыз сода қосқаннан кейін осылай ісінеді. Массамызға айранды құйып, тағы бір рет шайқап жібереміз. Оның үстіне кофені құйып, тағы бір рет араластырамыз. Ситадан какао, ұн, рыхлитель үшеуін өткізіп, массаға салып араластырамыз.
Тестамыз дайын болған тестаны одноразовый мешокқа салып, одноразовый капсулаларға құйып шығамыз. Толтырмайсыздар. Ауасын шығару үшін осылай қасықпен жаймалап шығамыз. Алдын ала қызған пеште 180 градуста 20-25 минутта піседі. Енді карамель дайындаймыз. Асты жабыспайтын табаға қантымызды салып, орташа отқа қоямыз. Араластырмайсыздар. Сливкиді отқа қойып, қайнатып аламыз. Еріген қантымыз бен сливки қайнаған болу керек. Қантымыз еріді, оның үстіне салқын сары майды салып, араластырып аламыз. Оның үстіне қайнап тұрған сливкиді ақырындап құямыз. Карамель дайын. Карамельді ситадан өткізіп, бетін контакт етіп жауып, суытамыз. Суыған карамелімізді одноразовый мешокқа салып, дайындап аламыз. Капкейктер пісіп шықты, ортасын осылай тесіп шығамыз. Ортасына карамельді құйып, дайындап аламыз. Крем 8 сағат холодильникте тұрды. Енді бөлек ыдысқа творожный сырды салып, өзін миксерлеп жібереміз.
Шоколадный кремді творожный сырдың үстіне салып, тағы бір миксермен шайқап жібереміз. Крем дайын. Одноразовый мешокқа өзіңізге ұнайтын насатканы салып, кремді құйып, капкейктерге құйып шығамыз. Крем осындай өзінің формасын ұстайтын қою болу керек. Крем өте дәмді, балмұздақ сияқты болып шығады. Бетіне әдемілік үшін осылай арахис пен сникер шоколадтарын қойып шықсаңыздар болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Менің каналыма тіркеліп, лайк қоюды ұмытпаңыз. Ас болсын.